Ең маңызды сөздер кейде үнсіздікте айтылады. Алматы облысында алғаш рет есту және сөйлеу қабілеті шектеулі жандардың тағдырын арқау еткен отандық кинотуындының түсірілімі басталды. Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі мен ұлттық киноны қолдау орталығымен түсіріліп жатқан толық метражды фильм отбасы құндылығы, шынайы кешірім және адамға берілетін екінші мүмкіндік жайлы баяндайды. Фильмнің бірқатар эпизоды Бәйдібек би ауылында түсіріліп жатыр. Режиссер бастапқыда кәсіби актерлерді ымшара тіліне үйретуді жоспарлаған. Алайда туындаған бірқатар қиындыққа байланысты екі құрамды біріктіру туралы шешім қабылданды. Есту және көру қабілеті шектеулі жандар іріктеуден өткен соң 3-4 ай бойы кино тіліне дайындалған. Ал кәсіби актерлер ымшара тілін меңгеру бойынша арнайы дайындықтан өткен. Қазір енді түсірілім алаңдамыз, барлығы ойдағыдай болып жатыр. Жалпы бұл фильмнен біздің күтетіміз үлкен экранға шығып, және де халықаралық деңгейге шықсақ дейміз. Себебі бұндай жандар жайлы фильмдер коммерциялық фильмдермен салыстырғанда өте аз, әсіресе Қазақстанның ішінде. Сондықтан да біз шетелге осы қазақтың киносын, осындай жандар жайлы киносын көрсету деген үлкен жоспарымыз бар.